Міне біз Мадинаның киімдерін алып шығып бара жатырмыз. Ал енді қараңыздар, бізге мына кісі келіп тұр ғой. Ана кісілер алыңыздар деп тұр. Мен білмеймін, маған бәрібір. Қоятыңыздар. Шақырыңыздаршы, біреу бар ма? Полиция ма, біреу шақырсаңыздаршы. Шақыр милицияны. Милиция шақырыңыз. Мадияр қайда? Мадиярды шақырыңыздар. Шақыр милицияны. Соның заттары ғой. Бол. Достар, біз қазір Мадинаның қайын жұртының үйінде жүрміз. Анасы Мадинаның киімдерін алып кетем деп келген. Бірақ киімдері жоқ дейді, далаға шығарып тастаған дейді. Және де біз туған туысқандарынан сұрасақ, қай жерге асылып десек көрсетпей тұр. Осы жақ деп тұр. Енді жаңағы екі жердің бір жерінде асылған. Отбасыларыңызға қайғыра көңіл айтамыз. Сәлеметсіз шақырып қалдарыңдар. Қайғыра көңіл айтамыз. Күйеуі жұмыс істегісі келсе жұмыс істейді, жұмыс істемесе жұмыс істемейді. Ол даже баласы түсіп кезде ол қатты қан кетті одан. Күйеуінен ақша сұраған кезде күйеуі ақшам жоқ деп отказ жасаған ғой одан. Ол даже әйелін дұрыстап асырамаған ғой. Даже ол баласына бір бала әперу үшін Мадина мамасынан ақша сұрайды всегда. Ал ана 8 айлық бала Ол бала, иә. Екі рет мынау түсіп атқан екінші баласы ғой, алдырып тастаған ол екінші баласы. Мыналар қинап алып тастаған сияқты, потому что астынан қатты қан кетіп жатыр. Иә. Бұрын тағы бір баласы түсіп қалған. Екінші баласы ғой. Негізі 3 бала негізі туу керек қой былайынан. Ол екеуі түсіп қалған. Ол даже қарындасына барған, сол Мадиярдың қарындасы бар, соған барып көмек сұраған, ағаң айтшы, мен ұрады деп. Ол қарындасы айтқан, енді өзің барып кешірім сұра, ағасын қорғаған ғой, былай айтқан кезде, ол ағасына дым айтпап, қорға сай әйел адам ғой деп. Сол айтқан кезде ағасы оны тыңдар ма еді. Ол бүкілі өздері істеп отыр ғой, сол жақта семьясы, туыстары жабылады екен мен подружкама. Всегда айтатын, андай, сен кетіп қала бересің, сен андай жаман келінсің, туыстар сондай әңгіме айтады екен оған. Ол маған сондай әңгіме айтты. Сосын мен айттым, мен барып сөйлесейін да олармен дедім. Сосын айтты, керек емес деді, олар мен өсекші деп айтады деді. Мен барып сөйлескім келген. Мен күйеуіне барып та айттым, неге сен ұрасың әйеліңді деп ше, ол дінде де харам етілген нәрсе, ол нәзік жанды әйелді. Оны зачем ұрып дедім. Сосын ол тұрады да, мен әйел адамды айтқан тыңдамаймын деп, мық деп ештеңе дей алмай отыр. Маған жаза бастады, ұрады деп, ұрады, соғады, білгенін істейді деп. Одан кейін оларда андай не болады, короче, маған синяк, сондай суреттерін жібереді. Неше түрлі арқасында несін жіберген.